қалғасы бізде Майнкрафт қатқан болатын. Ал қазір сонымен сол жерден шықтық. Опа. Шығуға әрекет жасаймыз. Болды машина. Машинамды копировать етіп алайын. Қазір егер өліп қалатын болса машина. Болды, жеңіп қалды ғой, бәрібір жете алмаймын. Опа деп неғып қыстырылып жатырмын достар. Өйстіп жуат. Давайте бүгін мына жерден шықпай жуания істейміз. Иналар нелер тағы? Опа, кімдер? Мен ана күн бірдеңе істеймін. Осыларды қолданған едім ғой. Төбеге барынша тотемдермен ұсамды. Мына жерлерде де шашылып жатыр ма? Кішкентай бір жерде істеу керек. Жуанияны. Давай мына жерде істеймін. Мен ана жермен жәңгілегі ана жерлерді қосып алып жуания істеймін. Сөйтіп үйіме барам соңында. Көлігімді бітсіп қойайын. Қазірше менде бары назаттар. Давайте бұл шелезде суға түспей челлендж істейік. Суға түспей Майнкрафтта анандай блоктарға барып, солардың блоктарын қосып үйге бару деген челлендж. Осымен өйстіп ортасындағы блоктарды қазамыз. Бұл челлендж қиын болатыны анық, сондықтан лайк басып тіркеліп кетіңіздер. Сіздерге сенемін. Осы видео 100 000 лайкқа жетсе, мен тағы да бұдан да қызықты видеолар саламын, сондықтан лайк басып тіркеліп кетіңіздер. Менің TikTok арнама да тіркеліп кетіңіздер. Ата Абдунур KZ. YouTube арнамда да, TikTok арнамда да көп лайк жинаңыздар. Жарай ма? Шеттен аттайын. Суға түспеу челленджін жүргізіп жатырмын. Бүйтіп алу керек еді ғой маған. Енді түспеуге әрекет жасаймын. Керексіз заттарды бүйтіп лақтырайын. 28 блок. Ой, не оқытты. Бірақ заты суға түспен. Суға түспей жерден қиындап жатыр. Көп блогым кетіп қалды уже. Опа. Мына жерде пайда жоқ қой. Бекерге келдім ба? Бірақ бұл жерге бір шахтама бірдеңе қой істеуге болады. Енді осы мындай жерлерде жуания істеу керек. Ағаш кирка жоғы. Біз шахтаға түсейін десек. Сонымен достар, біз тек анандай пустой қалған ағаштар жоқ заттарымызда выживаниямызда бізді жүрміз дегендей. Мына жерді кейін толтыра салам керек болса. Ойбай, жеңіліп құртып қойын дедім ғой. Сондықтан құртпауға барынша әрекет жасаймын. Челленджді. Сондықтан құламау үшін барлығын тырысып қойып жатырмын. Ана жерге дейін блогым жетпейді. Сондықтан бүйтіп секіріп барамын. Ой. Мен блогым жетпейді, ау. Точно блогым жетпейді. Айттым ғой. Сонымен достар, біз қайттан қазған жерімізге
барамыз да тағы топырақ жинаймыз деп айтпай жатып кеш болат деп кетесің. Енді түнде абайлау керек бізге. Сондықтан өстіп блоктарымызды жинап аламыз. Кешке дейін ана жаққа жетуім керек мен. Опа. Мына жерге де блок қояйын. Опа. Опа. Достар, бұл выживанияда көп сөйлемей кеткеніме не қылмаңыздар, мен үстіп ойнаған кезде ойын басқа жаққа кетіп қалады. Көбінесе үстіп суға барынша анандай аралға бармай выживать ету керек. Сондықтан үстіп секіріп жетейік. Те ана жаққа блоктарымызды барынша қойып дегендей сол жетуіміз керек. Бұл челленджді бұзбауға әрекет жасаған сайын бұзып қойып жатыр ма? Енді точно жеттік десем, бұда әжептәуір заттар бар ма десем, бұл жерге тек үй соғуға болады. Инвентарыма түскен заттардың бәрін құртқым келмей қалды, мусор болса да. Опа. Просто текстеп шығам мына жерде. Опа. Маңыңа батыршы монстрлар неге шықпай жатыр. Скелет, крипер дегендей. Мерді таласып тұрып выживание істеймін ба десем. Опа. Сонымен кет. Ал достар, біз жаңа заттарымызды алып жатырық. Енді үстіп ана жақтарға қайттан барайын десем, тағы да суға түсетінімді біліп тұрмын. Сондықтан ана жердің топырағын алып, осы топырақтармен мен ана жаққа баруым керек. Бірақ монстрларға байлап жүрмесем өте қиын болады бұл выживание. Сондықтан тез бітірейік бұл выживанияны. Мына гүлдерді неге алып алды деп ойласаңыздар, бұлар анандай неден көргенім. Біреу ұрып атқан кезде осыны тез қойып қалып қорғануға болады деп дегенді. Сол рас па өтірік па тексерем.